Дегенмен бұл сіздің ауданыңызда ең өзекті мәселелердің бірі болып тұр ғой қазір. Енді біздің аудан бойынша негізінде биылдыққа 2025-ке 2,7 миллиард теңге ақша бөлінді. Именно жол жөндеуге. Аудан көшелеріне. Оның ішінде 43 көшеге толығымен асфальт төселу жұмыстары, Құдай қаласа, осы конкурс бітсе, осы көктем сәуірде жұмыстарын бастайтын болады. Түсінікті. Былтырдың өзіне 19 көше 100 қанша? Былтыр 24-ші жылы 100 көше толығымен асфальттанды Іле ауданы бойынша. 100 көше. Егер ондай ақпарат керек болса, ондай жұмыстар көп біздің. Түсінікті. Мынау көшесі бар, жарықтандыруы бар, өте көп. Даже біздің аудан тарапынан садоводческий жер дейміз ба, негізінде. Біз оның өзіне жарықтандыруды кіргіздіріп. Ең өкініштісі осындай ақпараттарды аламадық енді. Оны қазір алда сізге. Неге өкінішті?